Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге қысқа, өте дәмді, керемет, оңай жасалатын лечо дайындайтын боламыз. Бұл лечоны нанмен де жеуге болады, немесе кез келген ыстық тағаммен жесеңіздер, тәбеттеріңізді ашатын өте дәмді, тойымды қыстық салат. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Барлық қажет заттардың барлығын алдын ала дайындап алдым. Үкіштен осылай сәбізімізді өткізіп аласыздар. Одан кейін қызанағымызды осылай ортасынан бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Болгар бұрышын соломка қылып, жіңішке қылып тураймыз. Және де бізге қант керек болады. Пиязды мен ұсақтап турап алдым. Өте қатты ұсақ керек емес, осындай көлемде істесеңіздер болады. Және де бізге тұз, лавр жапырағы, күнбағыс майы, сонымен қатар уксус қажет болады. Бізге ең бірінші қызанағымызды жақсылап тұрып езіп алу керек болады. Ол үшін мен сияқты блендер қолдансаңыздар болады, немесе ет тартқыштың көмегімен де жақсылап тұрып ұсақтап алуға болады, яғни езіп аламыз. Ешқандай да айырмашылығы жоқ, сіздерде қайсысы бар, сонымен жасай берсеңіздер болады. Міне біз қызанағымызды толықтай езіп алдық, осындай міне сұйықтық пайда болуы керек. Енді біз басқа кастрюлемізге күнбағыс майын құямыз, сұйық майымыз ысығаннан кейін үстіне пиязымызды салып аламыз. Алдын ала айтып өткендей барлығын мен алдын ала дайындап қойдым. Одан кейін жақсылап тұрып араластырып, пиязымыз сарғайғанға дейін қуырып аламыз. Пияз енді кішкене сарғылтым бола бастаған кезде алдын ала дайындап алған сәбізімізді саламыз. Енді осы екі қоспамызды жақсылап тұрып араластыруымыз керек болады. Біз майдың барлық көлемін бір жолда осы жаңағы ыдысымызға, кастрюлемізге құйып алдық. Енді басқа ыдысымызға, басқа кастрюлеге езіп алған қызанағымызды құямыз. Оның үстіне қант саламыз. Келесі кезекте тұз саламыз. Және де лавр жапырағын саламыз, яғни лавровый лист. Енді осының барлығын жақсылап тұрып араластырамыз, орташа отта ұстайтын боламыз. Қайнағанға дейін қақпағын жауып қоясыздар. Қайнағаннан кейін қақпағын ашып, орташа отта 20 минут бойы араластырып отырып қайнатып аламыз. Оған дейін басқа көкөністерімізге көшеміз. Біздің сәбізіміз бен пиязымыз жақсылап қуырылды. Үстіне қазір болгар бұрышын салып, қайтадан жақсылап тұрып араластырамыз. Оны қақпағын жауып шамамен 15-20 минуттай пісіріп аламыз. Міне бізде осылайынан жақсылап тұрып пісіп, аздап соғы бөлінуі керек. Болгар бұрышы езіліп кеткенге дейін пісірмеңіздер, шамамен 15 минут пісірсеңіздер жеткілікті болады. Бізде қызанағымыз 20 минуттай қайнады. Қараңыздар, осылайынан сок сияқты бөлінуі керек. Сосын барып қайнағасын біз дайын болғаннан кейін 20 минут пісіріп алғасын, осы лавр жапырағын алып тастаймыз. Ол бізге қажет емес. Лавр жапырағын екеуін де алып тастайсыздар. Енді қуырылған көкөністерімізді алып, осы біздің томатный соктың үстіне толықтай саламыз. Салған кезде бізде су көп сияқты, көкөністер аз сияқты болып көрінуі мүмкін, бірақ та қайнағаннан кейін өзі барлығын сіңіріп алады. Екеуін біріктіргеннен кейін қайтадан орташа отта 20 минуттай пісіріп аламыз. Қақпағы ашық болуы керек. 20 минут уақыт өткеннен кейін біз үстіне уксус қосамыз. Менде 70% уксустан тек қана 1-2 тамшы ғана қосасыздар. Одан артық көп уксус қосып қажет емес. Егер де 9% қоссаңыздар да болады, ол кезде 2 ас қасық қосу керек болады. Уксус салғаннан кейін бір рет тез араластырып, қақпағын жауып тастайсыздар. Өйткені уксус ұшып кетпеуі керек. Қақпағын жауып 2 минут қана қайнатып аламыз. 2 минут уақытымыз өтті. Біздің салатымыз ыстық кезінде банкаларымызға салып аламыз. Банкалармен алдын ала ас содасымен духовкада стерилизация жасап алдым. Қалай стерилизация жасау керектігін астындағы описание бөліміндегі видеоның ссылкасын қалдырып кетемін. Сол жерден көрсеңіздер болады. Барлық банкаларға осылайынан міне салып шығамыз. Менде осындай 500 граммдық банкадан 3 шықты. Және де кішкентай кесемен бір кесе осы құрамнан салат шықты. Сонымен қатар каналымнан баклажкада сақталатын, қайнатуды қажет етпейтін чертополох, қиярдан лечо, тағы да басқа көптеген қыстық салаттың рецепттерін көре аласыздар. Міндетті түрде каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Сол кезде каналымдағы рецепті ең алғаш болып көретін боласыздар. Банканы осылайынан төңкеріп, бетін жауып, келесі күнге салқындағанға дейін қойып қоямыз. Бұл салатпен сіздер нанның бетіне жағып жесеңіздер де болады, немесе кез келген ыстық тағаммен жесеңіздер өте дәмді болады. Кездескенше.